өткен айдың октябрінде келдім. Негізінде оның алдында 1 жыл бұрын мен осы 2 аяғымнан ауырып қалдым. Әуелі бірінші аяқ болды, одан кейін екінші аяқ қосылды. Мына бірінші аяқ ауырғаннан кейін екінші аяққа салмақ түседі екен де, ол да қосылады екен. Есік ашып қоймаймыз ба? Алдан есік ашып қоямыз ба? Даусым қатты шығып жатқан жоқ па? Нормально да? Кейбіреулерге даусым қатты шығып бастарында ұрып жүрген жоқ. Сонда аяқ ауырды, отырдық. Медицинаға бардым, қазақы емді жасадым. Кім не айтса соның бәрін жасадым енді. Біреулер айтты маған, жұмыртқаның сарысын басыңызда, ағын ішіңіз деді. Бір кассеті жұмыртқа тауысқан мен сөйтіп. Одан кейін жылқының майын тартыңыз деді. Жылқының майын да тартқан. Одан YouTube ақтарып жүрсең, жатқан адам жорғалап қалды мен общем айтқанда. Жатқан адам ақтарып қарайсың, сонда біреу YouTube'да айтыпты. Әсемхан деген әйел адам. Жылқының майын 5 күннен артық тартуға болмайды, одан сүйекті жұмсартып жібереді. Одан қорқып кетіп оны қоя салдық. Не керек айту, сонымен медицина маған операцияға жіберді. Астанаға операцияға жолдасым жіберген жоқ. Не істесең де істе, бірақ операцияға барма. Операция бар жатқанда қандай болып шығатынын білмейсің. Оған ренжідім. Сонымен не керек, бармадым. Сөйтіп жатып Instagram қарап отырғанда маған гиалуронды бір реклама жасаған көріп қалдым да. Сол қызыма жібердім. Қызым қарап берші мынаны отзывтарын деп. Қызым маған жазып жіберді, мама, осы компанияда менің бір танысым, подружкам жұмыс жасайтын сияқты, сұрап көрейінші деп. Сұрап қарасам, мына Лунара екен. Соны Лунара айтады, маманы алып кел деп. Соны мен алып келгеннен кейін Лунара бәрін түсіндіріп айтады да, мынау гиалурон апа, бірақ гиалуронды мә ішіңізді аяғыңызды шауып кетесіз деп айтпаймын деді. Мынаның бәрінен өтесіз деді. Өтпесеңіз результат бола ма болмай мен айта алмаймыз деді. Жақсы, енді отырған адам не істейді ішпегенде. Біреуін сол бойда детоксты алып кеттім, одан кейін қарашілді іштім. Одан кейін сразу гиалурон іштім. Себебі гиалуронды ішкім келіп баратыр ғой енді ана. Гиалуронды ішкім келіп баратыр. Іштім, 10 күннен кейін сіз, мен деген мына аяқ, общем, қақшиып қалды, менде мына аяқ бүгілмей қалды. Енді ер адамдар анау мына айтпай ақ қойын, вообще жүру деген менде жоқ. Әйтеуір жолдасым апарып келеді, ана жаққа әкеліп отырғызып қояды, сондай күйде болған. Ол деген түнімен қақсайды. Қақсағанда деген мынаның бәрі қақсап ауырғанда ұйықтай алмайсың. Оны ауыр заттармен бастырып қоясың бүйтіп. Ол ұйықтағаннан кейін ауыр зат құлағанда қайттан анау сарнап бастайды. Мен пойыздан түскенде күйеу балам көтеріп алған, мен аяқ басылмай қалдым. Сондай күйде болдым, бірақ 10 күннен кейін гиалурон ішкеннен кейін менде аяғым жайлап қозғала бастады, көрдіңіз бе? Бірақ курс іштім, мен аяғым жазылып кетті. Қазір мен отырып тұр десем, отырып тұрып бере аламын. Мен екінші курс ішкенде жоқпын мынадан. Бірінші курста, бір курстанып жазылып кетті. Енді аяқ жазылды, жақсы, қуаныштымын. Сол бір күнде ойыма түседі ғой. Осы өткен жылы менде деген мына неден приступ ұстады менде. Приступ ұстады да дәрігерге частныйға бардым, привычка бардым, барғаннан кейін мені әйелдер тексеретін жерге кіргізіп қарағанда, в общем, сізде жатырыңызда 3 папиллома өсіп тұр деді. Папиллома деген сүйел екен. Енді бұл ауырмаған адам білмейміз, папилломаның да не екенін білмейміз ғой, не зат деген сүйел деді. Аспанда жұлдыздар жанып тұрады ғой, сап-сары, сондай, бірақ бұл аппақ екен. Телевизордан көрсетіп қояды, мұндай телевизордан қарап жатып 3 папиллома тұр. Содан бір ай мен дневнойда емделдім, жақсы болып шықтым. Жұрт жаңа жыл дегенде мен сол дневнойда жаттым. Келесі жаңа жылда енді тағы ұстайды ғой мына приступ. Приступ қалай ұстайды дейсіз ғой? Ішіңізден бір пышақты итеріп, пышақтың ұшы сыртқа қарай қозғалсаң, анау сенің қарныңды тесіп шығатындай болып тұрады екен. Приступ ұстағанда. Енді ол сүйел ғой, көрдіңіз бе? Содан көтеріп қайттан апарды мені. Барсам, мына 3 папиллома 5-еу болып кеткен ғой. 5-еу. Содан мен сұрадым, неге бұл шыға береді? Мен былтыр емделдім ғой. Бұл салқын тисе, не істесе шыға береді апа. Сіз неге барыңыз? Лазермен алып тастайды, операцияға барыңыз деп. Мен операцияға барам деп жүрмін, аяқ ауырды, отырып қалдым ғой, оны ұмытып кеттік. Содан кейін аяқ жазылғаннан кейін январда күттім. Приступ ұстаған жоқ. 2 жыл ұстады, 2 жыл емделдім. 3-ші жылы приступ ұстаған жоқ. Сосын күттім, январ күттім. Мен негізі октябрьда іштім, ноябрь іштім, декабрь іштім ғой. Январда күтем ғой енді жаңағы папиллома приступ. Күттім, ұстаған жоқ. Февраль күттім, ұстаған жоқ. Март күттім, ұстаған. Сосын бардым мана частный врачқа. Тексерілгенде папиллома жоқ. Маған айтты, лазерге барып келдіңіз бе? Жоқ, барған жоқ. Сонда көрдіңіз бе? Өңезімен алып тастап тұр ғой папилломаны. Өңезімен алып тастап тұр мына детокспен қарашелдің өзі. Көрдіңіз бе? Калаватыға әлі жеткен жоқпын мен. Өтірік айтпайын, калаватын іштім. Калаватыны биыл ішіп жатырмын мен. Себебі мен ана гиалурон ішуге асығып тұрмын ғой. Оны жақсы есімізге түсіріп алдық. Жоқ екен, қуандық. Сол бір күні менде одан бұрын не болды? Гайморит болды. Мынадан шығатын зат шықпайды ол.
ол кішкене басың шалқайып ұйықтауға кете барғанда әрі қарай құйылады, мынаған құйылады. Мына бүйте берген кезде уже құйылады анау. Атып тұрып түкіріп келесің, немесе қасыңа түкіргіш алып отырасың, жасырып, қонаққа барғанда көрпенің астына тығып отырасың, анау келіп қалғанда түкіресің. Ұят қой енді қонақта. Сөйтіп мен біраз жүріп қалдым. Бұл енді аяқтан бұрын болған оқиға. Содан мен тексерілдім, анда бардым, мында бардым, сөйтіп жүргенде маған айтты, мынада былай түсіретін рентген бар екен, түсірген кезде маған бұрын тісіңізді жұлдырған кезде бір сүйекті қалып қойған екен. Содан мына ірің келіп тұруы мүмкін, мұрын, құлақ бәрі тіс байланысты ғой деп сөйтеді да. Сөйтекте мен тек бір реттен кейін мына ішінен операция жасап тастады, жаңағы тісті аламыз деп. 100 мыңға, ол деген неше жыл бұрын енді. Содан жасап тастап, тым жақсы болып шықтым, қайтадан басталды. Одан болған жоқ. Енді мынадан өткенде ол да жоқ қой. Қазір менде жоқ ондай деген. Гайморит кетті ма? Енді мен басымның сақина ұстайтын ше. Ойлайтын мен әкемнің басының сақина ұстап жатады, сол маған тұқым арқылы келген ғой деп. Ол өзіміздің миымыз екен ойлайтын солай. Сақинамды ұстап еткіз. Мен сақинамды ұстағанда төбемнен басып жататын екі қолда. Кәдімгідей түнімен сарнап. Қазір мен басымның сақинасы жоқ. мен сумкамде цитрамон жүреді, сосын фураданин жүреді, өмір бақи менде. Цитрамон басым ауырса ішіп ала қоямын, жаңа сақинамды ұстаса, ішіп аламын цитрамонды кез келген жерде. Фураданин, мен өзі өмір бойы цистит болған адаммын, өмір бойы осы жасқа дейін. Циститім де жоқ, сеніңіз ба, сенбейсіз ба? Цистит жоқ қазір менде. Бәрі осы детокспен парашилдан өткеннен кейін кетіп тұр менде. Қаншама букет ауруды құшақтап жүре бергенбіз ғой. Цитрамон ішіп аламыз, фураданин ішіп аламыз, басымыз ауырса, аяғымыз ауырса, жаңа маздың бәрін жағып аламыз. Мазымды әкелейін деп мен қаншама маз алып жаққанмын, неше түрлісін. Қымбаты керек пе, арзан. Бірде